Қайырлы күн, 6 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мұғалім каналы. Біз бүгін 6 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен номер 2 БЖП тапсырмасын орындаймыз. Ең бірінші каналға жазылып, мұғалім каналына жазылуды ұмытпаймыз, және видеоны соңына дейін көреміз. Оқылатын шығарма. Әл-Фараби. Қашықтасың туған жер. Тіршілікте құрыштай бол төзімді. Доспамбет жырау. Қоғалы көздер, қом сулар. Айналайын ақ жайық. Ойлау дағдыларын деңгейі, жоғары деңгей дағдылары. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма. Өлеңді оқып, тақырыбы мен идеясын анықтаңыз. Үзіндінің маңыздылығына тоқталыңыз. Екі арыстан жау шапса, оқ қылғандай шаншылса, қан жусандай егілсе, аққан судай төгілсе, бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес. Қалаға қабылан жаулай тигейме, қабырғадан дұспан жалдап жүргейме, қатарланып қарланып, қайран ер қарт күреңге мінгейме. Қабырғадан қараған достым менен дұспаным, апырым ер Доспамбет дегейме. Сұрақ. Өлең тақырыбы мен өлеңді оқып тақырыбы мен идеясын анықтаңыз, үзіндінің маңыздылығына тоқтаңыз дейді. Мәтіннің идеясы негізі батырлық, өз елін қорғау туралы айтылған. Екінші сұрақ. Үзіндіден 2-3 көркемдегіш құралдарды анықтаңыз дейді. Қашықтасың туған жер, қалың елім. Небір жүйрік болдырып жарау деген. Шаршадым мен, қанатым талды менің. Шаңқыт жолға сарылып қарау менен. Қасіреттің жасына көз жуынар, о жаратқан көп неткен ақымағын. Құм соқылды тезісіп тез суынар. Зиялас бір тұтам тіршілікте. Әкімдікке көлісі жүгіреді. Көкірекпен сезініп, күрсініп көп, жаным менің түршігіп түнеледім. Қайтейін мен, көкжиек кеңдігімді. Келер күнге үмітпен жол ашамын, соны мезет етеді болашағым. Үзіндіден 2-3 көркемдегіш құралдарды анықтаңыз дейді. Бұл жерде эпитет, туған жер, қалың ел, шаңқыт жер. Үшінші тапсырма. Өлеңдегі көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы құрылымын сақтап, сыни хабарлама жазыңыз. Шамамен 5-6 сөйлем. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да зіл жазғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда алда дос өз теңінің ішінен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Сыни хабарлама жазыңыз дейді. Тіршілікте, яғни өмірде әрқашанда сабырлы, шыдамды бол. Өйткені осы дүниеде көп нәрсе кездеседі. Және де осы дүниеде болатын қиыншылықтарды сенімен бірге өткізетін дос таңда, адал дос таңда. Ол бүкіл өмір сынағынан сенімен бірге өтеді. Қазір де дос деп шынында тек өз пайдасын ойлайтын адамдарды айтады. Оған алданбау керек. Өмір жолында нағыз досты таңдаған адам өмірден қателеспейді. Оқушылар, біздің осымен 6 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен 1-90-ға арналған номер 2 тапсырмасы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ең бірінші каналға жазылып, біздің мұғалім каналына подписаться етуді ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.